Assalamu alaikum достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, ауызда еритін синабонный тәттілерінің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін біз 150 грамм жылы сүтті аламыз, ашытқы қосамыз, 4 ас қасық қант қосатын боламыз. Және 50 грамм май қосамыз, сливочное масло, және бір жұмыртқа қосып, осы барлық ингредиентті жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Енді ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырды 1 сағат шамасында ашытуға жібереміз. Енді осы уақытта кремімізді дайындап аламыз. Ол бізде кілегей. Кілегейге 120 грамм қант қосып, қоюланғанға шейін миксерлеп алатын боламыз. Креміміз дайын болғаннан кейін тоңазытқышта сақтап қойсақ болады. Енді міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қолымызбен 4 бұрышты пішін жасап, кішкене ұнын сеуіп, 4 бұрышты етіп жұқа қамыр жаятын боламыз. Қамырды қатты қалың қылмаңыздар, себебі бөлкелеріміз пісу барысында тағы да көтеріледі. Қалың болып кетсе, іші піспей қалуы мүмкін. Енді алдын ала ерітілген майымызды жағып шығамыз және кесені алып, оған біз корицамызды қосамыз. Ол синабонный тәттілері корицамен жасалады негізінде. Егер корицаны ұнатпасаңыздар, творогпен жасасаңыздар да болады. Осылай қолымызбен біркелкі етіп жайып шығамыз да, осылай қамырды орап шығамыз. Қамырдың екі шеті дұрыс болмай қалса, кейіннен қолыңызбен дұрыстап жіберсеңіз болады. Осылай мен дұрыстап жібердім. Енді жіпті алып, жіппен кесіп шығатын боламыз. Егер пышақпен кессек, жан жақтары қисық болып, дұрыс кесілмей қалады. Мына жерде толық көрсеттім сіздерге. Бөлкелердің араларын қатты жақын қылмаңыздар, себебі көтерілгеннен кейін бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан араларын 1-2 сантиметр алшақ қылыңыздар. Дайын болды. Енді бетін майлықпен жауып, тағы 15-20 минут шамасында көтерілгенін күтеміз. Міне енді біз 180 градуста 40 минут шамасында пісіріп алдық. Енді дайын болып тұрған кремімізді ыстық күйінде бетіне осылай жағып шығамыз. Крем сіңгеннен кейін жұмсақ болып, өте дәмді болып шығады. Қандай керемет, өте дәмді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің YouTube каналыма жазылып, видеоларыма лайк баса жүріңіздер. Рахмет, ас болсын.